Сәлем баршаңызға достар. Бүгін сіздермен перизат үй жағдайында өте дәмді тауықтың аяқтарымен тамақ жасамақшымын. Неге жасайық? Өте дәмді болып шығады. Алдымен картошкамызды жуып алдық, сәбіз екеуін. Жуып, барлығын осылай майда бөліктерге бөліп алдым. Бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып алдым. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, комментарийін қалдырып, қолдап кетіңіздер. Осылай картошкамыздың бәрін бөліп алдық. Майдалап. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Екі дана шисногымды салып алдым. Үстіне жаңағы тауықтың аяғын барлығын осылай салып алдым. Приправа тұзымызды салып, үйде қандай приправа болса да сала берсеңіз өте дәмді болып шығады. Ал қызыл бұрыш, қара бұрыштарымды салып алдым. Қолымыздың көмегімен жақсылап араластырып, 20 минут немесе жарты сағатқа қойып қойдым. Солсын барлығын мынандай пакетчикке салып, 200 градус, 180 градус пеште пісіріп алдым. Ал дайын болған асымыз.